Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге шеберлік каналы. Байқағаныңыздай, бұл видеода мындай өрнекті тоқимыз, яғни спицмен бұл жолы. Өйткені каналда көбінесе өрнектерді ілмекпен тоққан бар, және де схемамен қарап үйрететін видеолар бар. Бұл жолы спицмен. Өрнектің схемасын өзім сызып алдым интернеттен. 16 ілмектен келеді. Және де 4 қатар. Бұл жерде теріс тоқылған көрсетілмеген. Онда көрсетем қалай істеу керек екенін. Және де схеманы оқыған кезде спицаның оң жақтан сол жаққа қарай оқиды. Яғни арабша сияқты. Мына жерден бастап емес, былай керісінше. Сандар көрсететіндей. Онда бірінші қатардан бастайық. Қазір менің жібім мынандай жіңішке келген жіп, спицаның номері 3. Осындай кезде бұл өрнектің көрсетіп жіберейін, қаншалықты ұзындығы емес, ені 5,5 болады екен. Әрине сіздің жіптеріңізге қарай, егер қалыңдау болса, әрине ол сіздің өрнегіңізде көлемі жағынан да үлкейеді. Мына жерде мен тоқығаным тесіктен анықтауға болады. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тоқылған. Өте оңай әрі әдемі тоқылатын болады. Бірінші қатарда 3 оң, және де мына жерде тоқылған кезде қысқарту дейтін аны. Оң жақтан қысқарту. Егер мынандай белгі тұрса, сол жақтан қысқарту болады. Оң болады, және де жіпті тастаймыз. Және де 2 теріс. Қоя тұрайын. Бірінші ілмекті жай шешіп аламыз. Және де 2 оң болады. Бастап қойғаныма назар аудармаңыздар. Тура қалай сіздер бірінші қатар болады, тура осылай болады. Егер жіпті қалай алу керек екенін білмесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер болады. Сол жерде видеолар бар. 3. Енді мына жерде қысқарту болады. Қысқартамыз. 1 оң. Жіпті тастадық. 2 теріс. Тоқылды. Тағы да жіп тастаймыз. Яғни мына жақта істеген нәрсені біз керісінше жасаймыз. Бір көрсетіп схеманы. Мына қатар екеуі қарасаңыздар, яғни керісінше жасаймыз деген мына айтып жатырмын. Жіп тастау, оң, қысқарту, және де 3 оң қатарынан тоқылады. Жіпті мінекей іліп алдым. 1 оң тоқыдым. Қысқарту болады. Енді мынаған назар аударыңыздар. Сол жақта қысқартқан кезде жібіміз бізге қысқарту жаққа қарап тұру керек. Бұлай іліп аламыз үнемі. Сол кезде қысқартуымыз әдемі шығады. Қысқарттым, енді 3 оң. Енді теріс. Терісте тура бір қайталана береді. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жасамаймыз. Яғни қалай бар солай. Мысалы, мына жерде теріс көрініп тұр. Терісті теріс, оңды оң қыламыз. Тек қана оң болып тоқылатын 2 қатар. Ал оң жақтан қараған кезде, оқыған кезде олар теріс болады сонда. Ортасындағылар ғана оң қылып тоқылады. Қалғандар, міне жібіміз, біздің тастаған жібіміз көрініп тұр.
осылай іліп ала береміз. Сол кезде ар жағынан сондай әдемі тесік болып тұрады жапырақтарымыздан. Соңғысы да оң қылып тоқылады. Егер сіз бір бұйымды тоқып атсаңыздар, әрине бұл екі жақты да ескересіздер. Оң болса оң болып кете береді. Егер айналдыра тоқсаңыздар, мысалы да, екінші қатарда бізде өзгеріс мына жерден болып тұрады. Мысалы, 3 оң тоқыдық, екінші қатарда 2 ғана, байқасаңыздар, одан кейінгісі қатарда 1 ғана болды. Қалғандарында 4-ші қатарда болмайды. Бірден қысқартылып кетеді. Ал ортасындағы үнемі өзгеріссіз қала береді. 2 теріс. 2 оң қысқарту кетеді. Екі оң жақты қысқартқан кезде міне 2 ілмек қарап тұр, оң жаққа қарап тұр. Яғни ыңғайлы қысқартуға деген сөз. Қысқарта береміз. 2 оң, 1 оң, ілмекті іліп алдық. Мынау бас жағында бізде бірінші қатардағы іліп алған ілмек міне. Мына жерде оң болып тоқылады бұл да. Мына өзгеріс қылады деген 2 ілмегіміз. 1 оң іліп алдық. Екіншісі қысқарту. Міне қарап тұрсаңыздар, бұл оң жаққа қарап тұр. Сол үшін бұларды шешеміз. Сол жаққа іліп қысқартатын жаққа. Сосын қысқартамыз екеуін. 2 оң. Терісті өздеріңіз тоқи беріңіздер, қалай бар, солай тоқылады. Теріс беті, тағы қайталайын, 2 ғана оң қылып тоқылады, қалғандары барлығы теріс тоқылады. Енді 3-ші қатарға көшеміз. Схеманы бір көріп жіберейік. 1 оң қысқарту, 1 оң жіп тастау, 2 оң. Және де өзгеріс қалатын. Бірінші ілмекті шешіп алдық. 1 оң қысқарту. Мына жерде 1 оң болады. Жіпті іліп алдық. 2 оң болады. 2 теріс. Оң іліп алу. Оң шешемізді айналдырамыз қазір. Сөйтемізді бұларды қысқартып жібереміз. Бұл өрнекпен жақында мен сондай кофточка тоқимын, жиде. Өткізіп алмау үшін каналымызға жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге новый видео келіп тұрады. Мінекей, мына жерде сонда тесіктеміз былай әдемілеп көшіп жатыр басқа қатарға. Сөйтіп осындай әдемі жапырақ шығарады. Теріс беті. 3-ші қатардың теріс беті. Міне теріс тоқып жатырмын. Мына тастаған жібіміз. Мынау 2 оң жақтан қараған кезде теріс тоқылған, ал теріс бетінде бұл оң қылып тоқылатын. 2 қатар ғана.
соңғы жіп теріс. Енді соңғы қатарға көштік. Өрнегіміздің соңғы қатары. Енді бұл жерде қысқартудан басталады. Қысқартамыз, оң жіп тастау 2 оң болады. 3 оң, 1, 2, 3. Өрнекті скриншотпен түсіріп алсаңыздар, кейін соған қарап тоқи бересіздер. 2 қысқартудан басталады. Мысалы, маған өрнекке қарап, схемаға қарап тоққан өте ұнайды, жеңілірек. Сіздер мысалы үйреніп алсаңыздар, осындай видеоларға қарап, кейін өздеріңіз кез келген өрнекті оқып тоқи бересіздер. Ілмектеде де сондай үйретемін, каналда бар. 3 оң болып тоқылады. Іліп аламыз. Оң. Және де қысқартып жіберейін. Екеуін айналдырып, осылай қысқартамыз. Соңғысы теріс тоқылатын болады. Теріс тоқылады енді. Теріс бетін көрсетіп жіберейін. Мына 2 өрнек оңғыны тоқылатын. Осымен бітті біздің өрнегіміз. Рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға. Сау болыңыздар.